Сәлеметсіздер ме? Мен ақпараттық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы Молдақалықова Айгүл Жоймергенқызы. Біздің өтілетін пәніміздің аты алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау болып табылады. Бұл пәнді оқытудың негізгі мақсаты түрлі алгоритмдерді игеріп, программалау тілдерінің әдістері мен құралдарын меңгеру болып табылады. Бұл жерде біз негізгі жалпы алгоритмдер дегеніміз не, алгоритмдер туралы жалпы түсініктерге тоқталамыз. Бүгінгі біздің бірінші дәрісіміздің аты алгоритм түсінігі, алгоритмнің қасиеттері, блок схема болып табылады. Жалпы алгоритм түсінігі бұл математика, информатика пәндерінің негізгі ұғымдарының бірі болып табылады. Компьютерді қоғамның қай саласында болмасын пайдалану үшін алгоритм ұғымын біз білуіміз керек. Алгоритмді негізі заңдылық, реттелген амалдардың жиыны, кезекпен орындалатын операциялар тізімі деп қарастыруымызға болады. Жалпы алгоритм сөзін ең бірінші бұл негізгі осы алгоритм ұғымын қалыптастырған орта ғасырлық ұлы ғалым 9 ғасырда бұл жаңағы Мұхаммед ибн Муса әл-Хорезмидің атымен шыққан. Оның арифметикалық трактат деген еңбегінде арифметикалық амалдарды орындау тәртібін ұсынған. Яғни жалпы алгоритм дегеніміз бұл берілген есептің шығару жолын реттелген амалдар тізбегіне келтіру болып табылады. Яғни бұл кез келген есепті, яғни бірінен кейін бірі қадамдар арқылы орындау болып деп түсінуімізге болады. Енді ең бірінші жаңа алгоритмдерді мысалы кез келген программалау тілдерінде немесе күнделікті тұрмыста да біз қолдана аламыз. Ал енді осыған байланысты алгоритмдердің бірнеше қасиеттерін атап өтуімізге болады. Яғни бірінші қасиеті дискреттілік қасиеті, бұл алгоритмдік үрдіс жеке қадамдарға бөліну қажет екен. Яғни қадамдардың келесі бұйрықтың орындалу үшін міндетті түрде алдыңғы бұйрықты орындауымыз қажет екен. Бұл бірінші қасиеті, яғни дискреттілік қасиеті болып табылады екен. Екінші қасиеті бізде түсініктілік қасиеті. Яғни түсініктілік қасиеті дегеніміз, яғни кез келген уақытта тәжірибеде алгоритмдер бұл негізінде белгілі бір орындау шығарындалады. Сондықтан алгоритмдерді құру үшін қолданушыға бұл түсінікті болу керек екен. Яғни бұл бізде алгоритмнің түсініктілік қасиеті болып табылады екен. Одан кейінгі қасиеті бізде алгоритмнің анықтылық қасиеті. Бұл қасиетте алгоритм түсінікті болуымен қатар, яғни мағынасы әртүрлі болмау керек екен. Бұл яғни алгоритм орындаушының еркіндігіне жол бермеу керек екен. Одан кейінгі қасиеті нәтижелік қасиеті. Кез келген алгоритмдердің қадамдары міндетті түрде шектеулі болу керек екен. Міндетті түрде ол жаңа белгілі бір нәтижеге жету керек екен. Одан кейін бар бұл, яғни есептің шешімі жоқ болса да, ол міндетті түрде нәтиже болып есептелінеді екен. Одан кейінгі қасиеті жалпылық қасиеті деп аталады, немесе көпшілік қасиеті. Яғни көптеген алгоритмдер тек қана бір ғана есепті ғана шығармай, осыған типтес есептерді шығаруға мүмкіндік береді екен. Яғни кез келген алгоритмдерді әртүрлі алғашқы мәліметтер үшін қолдануымызға болады екен. Енді
алгоритмдерді жалпы өрнектеу үшін бірнеше түрлерін қарастыруымызға болады екен. Яғни бірінші алгоритмдер табиғи тілде берілуі мүмкін, немесе псевдокодтар арқылы, белгілі бір терминдер арқылы жазылуы. Одан кейін барып графикалық жолмен жазуға болады екен. Одан кейін барып бізде программалау тілдерінің көмегімен де алгоритмдерді көрсетуімізге болады екен. Одан кейін барып бізде табиғи тілде немесе псевдо кодтар арқылы алгоритмдерді біз өзіміздің тілімізде көрсетеміз. Ол үшін көбінесе қызметші сөздер қолданылады. Басы, соңы, немесе енгізу, шығару, нәтиже, егер, онда, әйтпесе деген қызметші сөздер арқылы да жазуымызға болады екен. Сонымен қатар қызметші сөздерді мысалы циклдық алгоритмдер деген қолданамыз. Қазір дәрістің аяқ жағына қарай келтіреміз түрлеріне келгенде. Ол кезде бізде дейін, әзір, цикл басы, цикл соңы деген қызметші сөздермен көрсетуімізге болады екен. Яғни енді қарапайым бір есептерді қарастырып көретін болсақ, біз мысалы бір кез келген бір мысал алатын болса, оны табиғи тілде келесі түрде жазады екенбіз. Мысалы бір есепті қарастырайық. Яғни штаттағы жұмыскер айына мысалы 45 мың теңге жалақы алады дейді. Ол 25 жұмыс күнінің 15 күнінде жұмыс істейді екен. Яғни оның ақшасын есептейтін болатын болсақ, яғни бұл есептің алгоритмі мен блок схемасы келесі түрде болады. Яғни алгоритмдік тілде, табиғи тілде келесі түрде жазылады. Қызметші сөздерде мысалы қолданамыз. Одан кейін бар блок схемада мына көрсетілген слайдтағыдай жүзеге асырылады екен. Одан кейін барып бізде екінші түрі бізде алгоритмдерді блок схема түрінде көрсетуімізге болады екен. Яғни блок схема дегеніміз бұл арнайы бір геометриялық фигуралар, нұсқамалар арқылы орындалатын әрекеттермен және олардың орындалу ретін көрсететін графикалық схемалармен берілетін алгоритмдерді атайды екенбіз. Яғни алгоритмдерде көрсетілетін әрбір геометриялық фигура бұл бір блокты геометриялық фигура арқылы блоктың ішінде бейнеленеді екен. Яғни әр түріне қарай алгоритмдер, мысалы геометриялық фигуралардың ішінде мысалы төрт бұрыш дегеніміз біз есептеуді білдірсе, одан кейін барып эллипс белгісі бұл жаңағы алгоритмнің басын және соңын біледі. Енді келесі алгоритмдердің түрлерімен және олардың қызметтеріне тоқталып өтейік. Яғни бірінші блоктардың белгіленуі, бірінші кез келген математикалық кез келген процесті есептеу керек болатын болса, онда іс-әрекеттің аты, яғни процесс деп аталады екен. Блоктың белгіленуі төрт бұрышпен белгіленеткенде, және де оның атқаратын жұмысы кез келген математикалық формулаларды есептейміз. Одан кейін барып екінші алгоритмді бастау және аяқтау үшін біз эллипс геометриялық фигурасын қолданады екенбіз. Бұл алгоритмнің басы және соңын білдіреді екен. Одан кейін барып қосалқы программа, яғни көмекші программаларда келесі слайдта көрсетілгендей геометриялық фигура көрсетіледі екен. Бұл жаңағы қосымша, яғни бағынышты бағдарламаға кіру және шығуды білдіреді екен. Одан кейін барып біз келесі кезекте кез келген алгоритмдерде есептің шығару жолына байланысты таңдау жасайтын болсақ, онда ромб белгісі қолданылады. Ромб белгісі бір кіріс, екі шығысы болады екен, яғни келесі түрде көрсетіледі екен. Яғни бұл атқаратын қызметі, яғни есеп шығару жолын таңдау болып табылады екен. Одан кейін барып бізде циклдың басын және соңын білдіретін геометриялық фигура, бұл жаңағы алты бұрыш болып табылады екен, оны модификация деп аталаймыз. Одан кейін барып құжат, яғни есептің нәтижесін баспаға шығару, немесе оны параллелограмм түрінде де беруімізге болады. Есепті шығару және де оны енгізу үшін
геометриялық фигуралардың ішінде параллелограммды қолданамыз. Бұл мәліметтерді шығару және енгізуді білдіреді екен. Сонымен қатар блок схемада кез келген функцияға түсініктеме беретін болатын болсақ, схемаға, функцияға түсініктеме беретін болсақ, онда келесідегідей геометриялық фигурамыз қолданылады екен. Сонымен қатар әрі қаратай блоктарды бір-бірімен үзіліспен сызуға да болады екен. Сол кезде блоктарды бір-бірімен байланыстыру үшін, яғни байланыстырушы фигурасын қолдануымызға болады екен, геометриялық фигураны. Ол дөңгелек арқылы көрсетіледі екен. Енді осы алгоритмдердің осы құрылымдарына байланысты жалпы алгоритмдердің үш түрін қарастыруымызға болады екен. Біріншісі сызықты деп аталады, немесе тізбектелген. Екіншісі тармақтық, немесе альтернативалық. Одан кейін барып, үшіншісі циклдық, немесе қайталану деп құрылымды алгоритмдер деп аталады екен. Яғни бұл блоктардың орналасуына байланысты алгоритмдердің топқа бөлінуі болып табылады екен. Енді бірінші осы жеке-жеке осы топтарға тоқталып өтейік. Сызықты құрылымды алгоритмдер дегеніміз, яғни бұл іс-әрекеттер бірінен кейін бірі тізбектеле орындалатын болса, онда сызықты құрылымды алгоритмдер болып табылады екен. Енді оның блок схемада көрсетілуі келесі слайдта көрсетілген. Яғни бірінен кейін бірі тізбектеле орындалатын болса, және де әрқайсында бір кіріс және бір шығыс сызығы болатын болса, бұндай алгоритмдер сызықты болып табылады екен. Оның блоктары келесідегідей болады екен. Яғни алгоритмнің басы, енгізу, содан кейін барып есептеу, одан кейінгі блокта бізде есептеу блогы көрсетіліп тұр, сосын шығару, сосын алгоритмнің соңы. Яғни көбінесе бұлған мысал ретінде қазір қарастырамыз. Мысалы, үш бұрыштың ауданы, төрт бұрыштың ауданы, кубтың көлемі деген сияқты, мысалы, кез келген математикалық есептерді де қарастыруымызға болады екен. Бұл жерлерде көбінесе осы келесі блоктар қолданылады екен. Енді екінші түрі тармақталған алгоритмдер. Көбінесе тұрмыста кездесетін алгоритмдер әртүрлі болып келуі мүмкін, яғни есептің шығарылуы белгілі бір шартқа байланысты тармақталатын болып келуі мүмкін екен. Осындай есептерде көбінесе тармақталған алгоритмдер қолданылады екен. Бұл жерде арифметикалық теңсіздік түрінде беріледі, логикалық шарт тексеріледі екен. Егерде бұл орындалса, бірінші жол жүзеге асырылады екен, ал орындалмаса, екінші жолмен жүзеге асырылады екен. Ол бізде блок схемада ромб түрінде көрсетіледі. Оның бір кіріс, екі шығыс сызығы болады екен. Бір кіріс, екі шығыс сызықтары болады. Енді оны мысал жүзінде көрсететін болсақ, яғни тармақталған алгоритмдер ромб түрінде көрсетіліп, одан кейін бар белгілі бір шартқа байланысты таңдауға болады екен. Бұның тармақтың құрылымына қарай негізінде толық, қысқа таңдау болып үшке бөлінеді екен. Бұны келесі сабақтарда біз қарастырады екенбіз. Енді келесі циклдық алгоритмдер дегеніміз, яғни көптеген есептерді шығару кезінде біз бір теңдеуді пайдаланып, айнымалылардың өзгеруіне байланысты бірнеше рет қайталап есептеуімізге тура келеді екен. Осындай жағдайларда біз циклдық алгоритмдерді қолдануымызға болады екен. Яғни циклдық алгоритмдер блок схемада модификатор 6 бұрыш арқылы жүзеге асырылады екен. Оның екі кіріс, екі шығыс сызығы болады екен. Енді бір шама алгоритмдерге, мысалдарға тоқталайық. Яғни бірінші мысал, кез келген мысалы үшбұрыштың бізде қабырғалары берілген, оның үшбұрыштың ауданын есептеу керек болады екен. Енді есептің бірінші
бірінші математикалық қойылуы бізде бәрімізге белгілі үшбұрыштың ауданы Герон формуласы арқылы жазатын болсақ, онда S тең болады түбір астында P көбейтілген P минус А, P минус Б, P минус С-ға тең болады. Ал енді оның бұл жерде P дегеніміз А қосылған Б қосылған С бөлінген 2 жарты периметрге тең болады. Енді бұл жерде негізгі енгізілетін шамалар бізде А, Б, С болып табылады екен. Ал енді нәтиже қорытындылатын шама S болып табылады екен. Одан кейін барып қосымша P-ны да есептеуіміз керек екен. Енді есептің ең бірінші алгоритмін құратын болсақ, яғни табиғи тілде сипатталу келесідегідей болады. Бірінші қадамда басы, екінші қадамда енгізу, яғни А-ны, Б-ны, С-ны енгіземіз. Үшінші қадамда біз осыған байланысты үшбұрыштың периметрін есептейміз. Ол тең болады, жаңа айттық. А-ны, Б-ны, С-ны қосып 2-ге бөлеміз дедік. Жарты периметрді есептейміз. Одан кейін барып S-ті есептейміз. S-іміз бізде тең болады. Түбір астында P минус А, P минус Б, P минус С-ның көбейтінділеріне тең болады. Яғни 6-шы қадамда алгоритмнің соңы болып табылады екен. Енді бұл есептің блок схемасын қарастыратын болсақ, яғни ең бірінші бізде басы болады. Алгоритмді графиктік кескін, яғни блок схема түрінде келесідей болады. Яғни бірінші басы, одан кейін барып бізде айнымалыларды енгіземіз, яғни А-ны, Б-ны және С-ны. Одан кейін барып P-ны есептейміз, яғни есептеу процесс деп аталады. Бұл жерде блок схемада бізде 4 бұрышпен белгіленеді. Одан кейін барып үшбұрыштың ауданын есептейтін формуланы жазамыз. Ол да есептеу, сондықтан процесс деп болады. Одан кейін барып шығару, яғни S-ті шығарамыз, нәтижесін аламыз. Одан кейін барып алгоритмнің соңы болады. Соңы болып табылады. Енді келесі бізде келесі дәрістің аты есепті компьютерді шығарудың негізгі кезеңдері, одан кейін бар Паскаль программалау тілі болып табылады. Енді есепті компьютерде дәріс екінші, есепті компьютерде шығарудың негізгі кезеңдері, Паскаль программалау тілі. Бұл бөлімде біз негізінде жалпы программалау тілдері дегеніміз не, оның әдістері мен құралдары, соның ішінде жоғарғы программалау тілі, Паскаль программалау тіліне тоқталамыз. Яғни ең бірінші программалау тілі дегеніміз негізінде белгілі бір нәтиже алу үшін орындалатын орындалатын амалдардың айқындалған тізбегі. Яғни алгоритмдерді түсінікті түрде жазылу үшін программалау тілдері қолданылады екен. Одан кейін барып программада, яғни программа негізде арнайы көмекші қызметші сөздер арқылы компьютерде орындалады екен. Яғни бізде программалау тілдері негізінде бізде жасанды тілдер деп айтамыз. Яғни ол арнайы бір табиғи тілден оның ерекшелігі, мәндері трансляторға, арнайы қызметші қосымшаға түсінігі шектелген санды сөздермен беріледі, және ол командалар арқылы қатаң тәртіппен жазылады екен. Яғни кез келген есепті программада жазбастан бұрын біз кез келген есепті бірнеше кезеңдерде шығарудың негізгі кезеңдеріне тоқталуымыз керек екен. Яғни бірінші, ол жаңағы компьютерде есепті шығару келесі кезеңдерден тұрады. Біріншісі, яғни есептің қойылымы,
тапсырманы құруымыз керек екен бірінші кезеңде. Одан кейін барып екінші кезеңде осы тапсырманың математикалық қойылымын жазуымыз керек екен. Яғни бұл жерде математикалық формулалар арқылы есептің шығару жолдарын анықтауымыз керек екен бірінші. Одан кейін барып біз жаңағы айтып кеткендей, алдыңғы дәрісте айтқанымыздай, есептің міндетті түрде алгоритм құруымыз керек екен. Яғни алгоритм дегеніміз бұл жерде реттелген қадамдардың тізімі. Яғни есептің реттеп бірінен кейін бірі орналастыратындай алгоритм құруымыз керек екен. Одан кейін барып программалау тілінде, яғни есептің программасын құруымыз керек екен. Одан кейін 5-ші кезеңде, яғни берілген мәліметтерді дайындауымыз керек. Алғашқы берілетін мәліметтерді енгіземіз. Одан кейін программамен берілген мәліметтерді EM-ға енгізеді екенбіз, программасын жазамыз. Яғни біздің тақырыбымыз бойынша Паскаль тілінде, яғни программаны жазамыз, оны программаны EM-ға енгіземіз. Одан кейін барып келесі кезеңде программаны түзетеді екенбіз, қателерін. Одан кейін барып программаны тестілеу, яғни мәндерін енгізу. Одан кейін барып есепті, келесі кезеңде біз EM-де есепті шығарамыз және оның шешімдерін өңдейді екенбіз. Бұл жаңағы есепті шығарудың негізгі кезеңдері болып табылады екен. Одан кейін барып есепте біз Паскаль программалау тілінде шығарамыз дедік. Паскаль тілі негізінде 1968-71 жылдары, яғни Швейцарияда профессор Никлаус Бирт оқып үйренуге арналған программалау тілінде ұсынған болатын. Яғни Паскаль тілі негізінде бұның, яғни көптеген программалардың бастамасы деп те айтуымызға болады. Яғни бұл оның қарапайымдылығы мен тиімділігінің арқасында бұл дүние жүзіне тез таралды. Программалау тілі, яғни бұл тілде негізінде жазылған кезде программа компьютердегі арнайы трансляторларға, яғни машиналық тілдерге аударылады. Одан кейін барып, содан кейін ғана барып, ол орындалады екен. Яғни орындалады. Яғни Паскаль тілінің негізгі элементтері, бұл жерде біз Паскаль тілінде программа жеке-жеке жолдардан тұрады екен. Оларды, яғни оның жаңағы жазылуы арнайы мәтіндік редакторлар арқылы атқарылады. Одан кейін барып программада әрбір жолдар арқылы жазылады дедік, яғни әрбір жолдың артына үтір-нүкте қойылып отырады. Паскаль тілі негізінде жалпы 3 бөліктен тұрады екен. Яғни біріншісі тақырып, сипаттау бөлімі және де операторлар бөлімі болып табылады екен. Одан кейін барып, яғни кез келген Паскаль тіліндегі программа деген сөзден басталып жазылады. Бұл бөлімде айнымалылар, тұрақтылар, сонымен қатар объектілердің жалпы қасиеттері алдын ала анықталынып көрсетіледі екен, анықталады. Одан кейінгі бөлімде, яғни бұл жерде операторлар бөлімі болып табылады екен. Программаның соңы және негізгі бөлімі болып табылады. Бұл жерде командалар негізінде begin деген түйінді сөзден басталып жазылады, және де атқарылатын операторлардың жеке-жеке жолдарға жазылады. Яғни ол программаның соңы end операторымен аяқталады. Енді Паскаль тілінде негізгі тілдің алфавиті дегеніміз, бұл жерде қолданылатын негізінде программада символдар, бірнеше символдар жиынынан тұрады. Оған әріптер, цифрлар, арнайы белгілер, яғни символдар жатады. Бұл жерде символдардың ішінде, яғни оны келесі
оның ерекшеліктеріне қарай оны келесі төмендегідей жіктеуімізге болады екен. Яғни біріншісі, яғни атаулар, идентификаторлар, одан кейін барып екіншісі цифрлар, одан кейін барып яғни белгілер, айыру белгілер дейміз. Сонымен қатар арнайы символдар қолданылады. Бірінші, яғни бізде Паскаль тілінде негізінде латынның 26 бас әріп, үлкен әріптері қолданылады. Және де өзімізде математикада қолданылатын 0-ден 9-ға дейінгі цифрлар қолданылады. Сонымен қатар арифметикалық амалдар белгілері, яғни қосу, азайту, көбейту, бөлу белгілері қолданылады. Сонымен қатар, яғни логикалық көбейту операциясы diff деген қолданамыз, көмекші. Одан кейін барып мод, яғни кез келген санның қалдығын табатын болсақ, бізде модты қолданады екенбіз. Яғни мына мысал нәтижесінде, яғни егерде жазатын болсақ 10 мод 3 деп жазатын болсақ, оның нәтижесі 1-ге тең дегенді білдіреді екен. Одан кейін барып біз логикалық белгілерді қолдануымызға болады екен. Яғни және, немесе және емес. Яғни біріншісі and, логикалық көбейту, логикалық қосу, or, немесе not, терістеу, жоққа шығару операциясы. Одан кейін барып бізде Паскаль тілінде келесі айыру белгілері, бос орын, интерпернесі және де келесі және түсініктемелер қолданылады екен. Сонымен қатар бос орын, үтір нүкте, қос нүкте, апостроф, тік жақша, жабу, ашу, жай жақшалар, осындай белгілері қолданылады екен. Сонымен қатар салыстыру белгілері, яғни үлкен, кіші, кіші немесе тең, тең емес. Сонымен қатар тең, үлкен, сосын қатаң үлкен, кіші деген сияқты әртүрлі салыстыру белгілерін қолданады екенбіз.